Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте дәмді жұмсақ булочки пісірамыз. Керек заттар. Бүкіл заттар үй температурасында болу керек. Сүтімізді құямыз, жылы сүтімізді, қантымызды саламыз. Өлшеніп алынған заттардан ашытқымызды саламыз. Кішкене араластырамыз. Енді өлшенген ұннан саламыз. 2 қасық ұн саламыз да араластырып, маған тіркеліп лайк басып отырыңыздар. 15-20 минутқа қойып қойдым апараны. Міне кеңіздер, енді әрі қарай заттарымызды салып қамырымызды дайындаймыз. Қантымызды, тұзымызды, жұмыртқамызды, бір жұмыртқа, ар жағында бір ақуызы керек, бір жұмыртқаның ақуызы керек. Сарыуызын бәліштің бетіне жағуға алып қаламыз. Сүтпен араластырып жағамыз. Кейін қазірше араластырып жіберіп кішкене сахарный ванилин саламыз. Араластырамыз. Енді ұнымызды аз-аздан саламыз. Оның құрамына байланысты. Менде ұн бірінші сорт, сондықтан оның тығыздығы басқаша болады. Ұндарыңызға қарай көресіздер. Некеңіздер араластырдық. Енді қолмен араластырамыз. Жақсылап илейміз. Міне кеңіздер, қамырымыз дайын. Енді сармаймен илеп шығамыз. Сонда бәлішіміз өте жұмсақ, керемет болып шығады. Міне кеңіздер. Мен май бөлме температурасында дайындап қойдым. Бір-бір кесіп қойдым. Осылай бір-бір бөліктен алып, илеп шығамыз, бәрін араластырып. Менде бірінші сорт ұн болғандықтан жақсылап илейміз. Келесі кесек майды саламыз. Тағы да жақсылап илейміз. Илеген сайын ұнның құрамындағы клейковина көбейеді. Осылай жақсылап илеген сайын. Не кеңіздер? Оның құрамы жақсарады илеген сайын, июі қанған сайын. Келесі кесек майымызды салып, тағы да илейміз. Өте жұмсақ ұн шығады. Бәлішіңізде өте жұмсақ, жақсы көтеріледі. Өте жұмсақ болады. Өте дәмді болады бәліштеріңіз. Дайындап көріңіздер. Егер оныңыз менің сияқты езіліп кетіп жатса, арасында құрғақ ұнмен елеп жібересіздер. Ештеңе етпейді одан. Менде мына жерде өте қолға жабысып, езіліп кетті, сондықтан кішкене ұн салып жібердім. Одан ештеңе етпейді, оныңыз жұмсақ болып қала береді. Келесі соңғы кесек майымыз. Міне кеңіз менікі өте езіліп кетті, сондықтан мен ұн салып жібердім. Кішкене ұнмен елеп жібердім. Ол кішкене ұн салғаннан ол қатты болып кетпеді. Ұнымыз дайын. Енді мен духовкамды қыздырып қойдым, 20 градуста. Соған салам. 1 сағат, 1,5 сағат көтерілуге қоямыз. Міне кеңіздер, ұным дайын. Енді бәлішімізді дайындаймыз. Өте жұмсақ болды ұн.
елудің де қажеті жоқ қатты. Осылай бәліштерімізді кесіп өлшеп алдым да мен осылай. 74-75 граммнан шықты бір бәліш. Сонда бәліштің бәрі бірдей әдемі болады. Мінекейіңіздер, бәлішіміз дайын. Енді көтерілуге қоямыз. 30-40 минутқа. Өте жақсы көтерілу керек. Ал, мінекей, бәлішіміз көтерілді. Енді жұмыртқаның саруызына бағанаға бір қасық сүт қосып, бетіне жағып шығамыз. Духовкамызды қыздыра береміз. 180 градуста духовкамызға саламыз. Мінекейіңіздер, маған тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Мінекейіңіздер, бәлішіміз дайын. Өте керемет бәліш шықты, жұмсақ. Ауызда еритін жесеңіздер. Ыстық екен. Дайындап көріңіздер. Мінекейіңіздер. Өте жұмсақ, міне. Мінекейіңіздер. Дайындап көріңіздер. Келесі кездескенше достар, менің каналыма тіркеліп отырыңыздар. Сау болыңыздар.